Сенің сұрақ қоя беретін родной. Родной мынау не? Родной мынау не? Мал соядым. Наға мал өле ма? Ой, біле. Ой, біле өле ма? Родной мынау не? Ит қой, ит. Сонда бұл қау бола ма? Ой, біле. Қаппай ма? Родной ана мәмесінен сүт шыға ма? Жоқ, пиво шығады. Күшті ғой пиво ма? Родной мынау кальян ба? Жоқ, құман ғой, туалетке апарадым. Сонда туалетте кальян шеге ма? Ой, біле. Шекпей ма не? Нойна ит қаба ма? Қаппайды. Қолың жеп қоя ма? Сосын қарны тойып қала ма? Иттер осыра ма? Родной сонда талда балон өсе ма? Ой, біле. Өспей ма? Жапсып қалған ба? Қимылдай ма? Тал өзі шығарған ба балон? Енді талдың 4 дөңгелегі бар ма? Талдың моторы да бар ғой, талды еске. Леха, братан ғой, Леха. Бұр осындай латокқа көречі. Біреу қызмен анамын шәңкілді қызмен қосып латокқа иыққа салам. Қада жерім ғой көречі. Сөйтем да тағы 2-3 дос баласы ләтеген оларда пырт-пырт қада жерім ғой. Лебән кетіп, бән жатқызып тайым. 1 сағаттан кейін қарасам, латок тоқ қалған адам ғой көречі. Братан сені мектепте ағай тұрды дейді ғой. 10-ші класста ғой көречі. Қыздардың көзінше сыныптан шығып кетпей анау мынау дейді да маған. Ема жынданып кетемін да. Жүрші сыртқа деп есіктен шығарып аламын. Жаққансың сән кетті ұзыннан құлайды. Есіктен ұзын арғай қайтып кетесің сол. Қыздардың арманы оған дейді ғой. Смело. Как раз 10-11 оқып кезде F4 шығып атады ғой. Мен өзім көчемпем қасыма жаңағы Бақалөк, Саканай, Ташбай бәрін жинап алғам ғой. Қыздарға не қой шашты қайырман. Жауға бір қызбен кездесуге барамын ғой. Кіребес жерде бұқалар күтіп алады ғой мен, типа сол алдың бұқалары. Кім қоя сал деймін ғой. Қоймайды. Түсемін да Жигулидің артынан жем шөберін алып алдына тастап кетемін ғой. Кәдімгі бұқалар ма? Кәдімгі бұқалар бар арқанда қойған. Просто сүз болса өлтіріп жібереді. Сенің чорт братаның. 2005-терден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно. Бүйтіп әңгіме айтып тұрмын. Бүйтіп қарап қоймын, нечаянно шақ етіп бөрт. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып ем, братанымен шықты да, тағы сапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтып заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. 3 здоровый мужик тұр екен. Бергеш дейді. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, партмені, телефон, ақша-пақша бәрін бердім да, не ал деп кетіп қаласың ғой. Жаман қыға. Еске айтып, үндемей қалды. Дәң кетіп, беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да? Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. 1 жарым ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана 2005-те қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой расында. Жеңіліп қалам. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім. Ешқашан бір-бірімізді тастамайық, бауыр емес, өстіп күшті болып бірге жүріп. Дұрыс айтасың. Тудаш амаумен алқашып қал. Саспаңдар, нормально жан біргеміз деп айттық қой. Блять, наебщик. Жаңа ғана бір-біріміз тастамаймыз деп жатыр ғой. Қорқып кеттік қой енді просто. Енді не істейміз? Хотя планың бар ма енді? Немен бүйте бересің? О, кидал. Білдің ғой? Кішкентай кезіңде. Бүгін сен үйіңе қонайын, я? Өткенде семей үйіме қоны. Кәдім мамадан сұрақ қойын. Мамадан сұра, я? Мен сен үйіңе қонам. Папа, Азамат үйге қонсын. Қоя, қонбайды. Өзің үй жоқ па? Өзің отағасын емен. Жалғасын да кейін өзіра. Кинодағы жағдайлар бедік басымдан өтсі. Ғимаратта ешкім тірі қалмады ма, Локи? Жоқ, басеке. Мына біреу жатқан ше? Тексеріп көрейік.